Баршаңызға сәлем, Алтын алма каналына қош келдіңіздер. Біз бүгін сүзбелі бәліш дайындайтын боламыз. Сіздерге де дайындауға кеңес беремін, себебі бұл өте дәмді пирог. Ең алдымен пирогтың қамырын, яғни песочное тесто дайындаймыз. Ол үшін оның үстіне қант қосамыз. Барлығын мұқият араластыру қажет. Осы қант пен ұнның үстіне разрыхлитель, яғни қамыр қопсытқышын салып, ұсақтап туралған майды салу қажет. Осының барлығын біріктіріп, қолымызбен ұнтаққа айналдырамыз. Нәтижесінде бізде осындай біркелкі ұнтақ пайда болады. Оның үстіне жұмыртқаны жарып, біркелкі етіп біріктіреміз. Бұны қасықтың көмегімен де, қолмен де араластыруға болады. Пирогтың қамырын шетке қойып, енді бәлішіміздің салмасын дайындаймыз. Ең алдымен сүзбе мен қантты біріктіреміз. Менде кішкене құрғақ сүзбе болғандықтан, мен осы салмасына бір жұмыртқаны қостым. Соңғы рет араластырамыз. Салмамыз дайын. Песочное тестаны екіге бөліп, бір бөлігін 22 диаметрлік форманың астына сеуіп шығамыз. Ендігі кезекте қамырдың үстіне салмамызды саламыз. Қасықтың көмегімен қамырдың үстіне жайып шығамыз. Қамырдың екінші бөлігін салманың үстіне қосу қажет. Енді осы пирогты 180 градусқа дейін қызып тұрған пеште 35-45 минут шамасында пісіріп аламыз. Біздің пирогымыз осылай болып пісіп шықты. Сүзбелі бәлішіміз өте дәмді болып шығады. Отбасыңызбен бірге шай ішкенге таптырмас пирог. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыз, менің арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздерді керемет оңай рецепттермен қуантуға тырысамын. Назарларыңыз бен бөлген уақыттарыңызға рахмет.